Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шабдалы қосылған сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бізге керегі бөлме температурасындағы ерітілген сары май. Үстен қантты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсықышымызды салып, шым-шым тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде оршайканды песочный тесто қамырын жасаймыз. Осылай біркелкі масса жасап алғаннан кейін қамырымыз ендігі дайын. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік, қолға жабыспайды. Мен 24 диаметрлік формада дайындаймын. Осы қамырымызды толықтай формаға жайып шығамыз. Толығымен жан-жағына бортикке шығарамыз. Дайын болған қамырымызды 20 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Ендігі салмасын дайындаймыз. Сүзбе керек бізге. Сүзбенің үстіне қантты саламыз. Барлығы жақсылап араластырамыз. Толық рецептін видеоның астында описаниеда қалдыратын боламын. Ендігі жұмыртқа. Мен осы консервада шабдалының сиропына шамалы қостым. Сіздер де қоссаңыз да, қалауынша қоспасаңыз да болады. Бізге ұнады, өте дәмді болды. Осы массамызды толықтай араластырамыз. Блендермен немесе миксермен де араластырып шығуға да болады. Массаны біркелкі қылып. Дайын болған салмамызды холодильниктен алған қамырымыздың үстіне саламыз. Толықтай салып шығып, барлығын бір тегіс жайып шығамыз. Осылай жайып шыққаннан кейін, ендігі біз консервадағы шабдалыны алып, мен сорықтырып қойдым. Осы шабдалыны жұқалап турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін салмамыздың үстіне рет-ретімен қойып шығамыз. Әрлеу өз қалауыңызша жасауға болады. Мен осылай рет-ретімен қойып шықтым. Өте нәзік, әдемі көрінеді. Салмамызды бәрін дайындап рет-ретімен қойып шыққаннан кейін шанышқымен жан-жағын формасын әдемілеп шығарамыз. Осылай дайындап болған бәлішімізді 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Біздің бәлішіміз дайын. Формадан толық суығаннан кейін шығарамыз. Формадан шығарып алдық. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте әдемі, әрі өте жұмсақ болып шығады. Сіздермен болған Рима. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.